Сәлем достар, бұл Дорама Наз каналы. Бүгін біз корейский фильм 2021 жылы шыққан боевик фильм, яғни сол фильмді бүгін қысқаша баяндап беретін боламын. Фильм басында отбасылық көріністі байқасаңыздар, машинаға баласы, қызы және әкесі отырып жатады. Балаларын мектепке апарып тастайын деп әкесі машинаға отырғызады. Машинаға отырғаннан кейін бір белгісіз телефонның шырылдағанын көріп әкесі жауап береді. Сол кезде сенің машинаңда бомба бар, қазір сендер егер машинадан біреу түсетін болсаң да жарыласыңдар дейді. Бірақ әкесі оны серьезно қабылдамайды. Телефонға қараса, оны әйелінің балаларының фотосы тұрады. Балаларынан сұрайды, бұл фото қайдан деп. Біз алдыңғы жылы Чеджу аралына барып демалғанбыз, сен ол кезде жұмыста болғансың дейді. Бұл телефон анаңдікі ма дейді, жоқ дейді, онда кімдікі дейді. Содан қайтадан телефон шырылдаған кезде, алған кезде уже серьезно біреу айтады, сенде бомба бар, сен әлі серьезно қабылдамай тұрсың ба, сен егер біреулер машинадан шығатын болсаңдар, бомба жарылады дейді. Бұл кісі серьезно қабылдамайды, машинадан тағы да шығайын деп жатқан кезінде тағы да шырылдап, сен егер де машинадан шықсаң жарыласыңдар, давай машинадан шығып көр, егер сенбесең дейді. Сонда кісі ойлана бастайды. Бір кезде баласы мазасызданып, мен су ішкім келіп тұр деп не қылады. Балалардың бар екенін жаңағы бопсалап жатқан кісі телефонның ар жағында біліп қояды, машинада сіз жалғыз емес екенсіз ғой деп. Бір кезде жанармай қызметкері бұл жерде адамдар өз-өзіне обслуживание жасайды, өзіңіз түсуіңіз керек деген кезде ақша беріп, ол кісіге өтініш жасайды, құйып беріңізші деп. Машинаның астын қараса, бомба шынымен де бар екен. Бұл ойын емес, шын екенін бұл кісі байқайды да балдарына білдіргісі келмейді. Телефонда бопсалап отырған қылмыскер, менің рұқсатыммен ғана тоқтайсың, мен айтқан жерлерге ғана барасың дейді. Сөйтіп машинаны айда деп нұсқау беріп отырады. Бұл кісі не айтады, соны орындап отырады. Саған не керек деп сұрағанда, ол ақша керек дейді. Бір кезде сөйлесіп отырған кезде балалардың мектебінің қасынан өтіп кетеді. Сол кезде обратно мектебіне қарай барайын деп жатқан кезде баласы түспекші болады. Баласына түспе, балам тыныш отыр дейді. Сол кезде баланың достары келіп қалады. Достары келіп, сен добыңды алып шық, ойнаймыз дейді. Бірақ баласын шығармай қояды. Сөйтіп ары қарай дальше жүре береді. Сөйтіп жолда орынбасарын көріп қалады. Орынбасарды айтады, бізге біреулер бопсалап жатыр, бомба бар астарыңда деп. Бірақ әйелім сенбей отыр, түсем деп жатыр дейді. Сол кезде әйеліне айтады, түспеңіз, отырыңыз, бұл шынымен де серьезный нәрсе дейді. Сөйтіп бұл кісі машинадан шыға алмайды, жанында пробка болып жатады. Артқа қарай не беріп жатқан кезде жаңағы кісі әйелі қасарысып, орынбасарының кетем, мен срочно жиналсын бар, олар ойын мошенниктер, сенбе оларға деп айтады. Сол кезде мына кісі тоқтатпақшы болады, бірақ ол жаңағы әйел шығып жатқан кезде машина жарылып кетеді. Машина бірден жарылып кетеді. Бұның ойын емес, ешқандай да мошенник емес, шынымен де қылмыскер екенін білген бұл кісі, серьезно екенін білген, ары қарай тоқтамай жүре береді. Артында тем более балалары болғандықтан машинаны тоқтатпай жүреді. Баласы артына қараса, баласы жараланып қалған екен. Жаңа машина жарылған кезде баласының аяғына стекло тиіп, аяғы жараланып қансырап қалады. Сол кезде жаңағы кімге, преступникқа жалынады. Өтінем, мен баламды больницаға апаруым керек, мен өзімді ойламасам да балаларымды босатшы деп жалынады. Ешқандай да қылмыскер босатпайды. Сөйтіп маған ақша осындай $1 дайындап қоясың дейді, өте крупный сумма, соны дайындайсың, соны белгіленген жерге әкелесің или аударасың дейді. Мына жерде камерадан полициялардың көзіне түсіп қалады. Сол кезде бұл жаңағындай несчастный случай емес, бұл ұйымдастырылған ба деп бұлар зерттейді. Сол жердегі жаңағы осы кісінің машинасын, директордың машинасын байқап қалады да, олар полициялар дереу бақылауға алады осы кісіні. Неге бұл кісі артқа қарай жүрді, жарылатынын білді ма деп. Сөйтіп әйеліне ақша дайындап қой деп айтқан бұл кісі, әйелі ақшасын дайындап, жаңағы преступник қылмыскерге бермекші болады. Сол кезде қылмыскерді ұстадық деп әйелі айтып атқан кезде, ол қылмыскер емес болып шығады. Яғни ол доставщик болып шығады. Қылмыскердің қасында жүрген адам болып шығады.
сол кезде әйеліне айтат, бұл қылмыскер емес екен деп. Сол кезде әйелінің қасындағы зданияны жарып жібереді жаңағы қылмыскер. Сендер шартты орындамадыңдар, ешкімге айтпа деп едім, сендер бәрін бүлдірдіңдер деп. Сол кезде полициялар тағы да жарылыстың болғанын байқап, дереу іске кіріседі. Бұл жай болып жатқан жағдай жай емес екен. Тағы да машинаға мынау директор түсіп қалады, күдікті деп осыны ұстамақшы болады полициялар. Мына кезде директор жалынып жатыр, мен баламды больницаға апаруым керек, өтінемін сенен, баламды босатшы, қызымды босатшы, мені ғана ұста деп. Бірақ ешқандай да босатпайды баласын. Бұл кісінің артына полициялар түседі. Барлық жерден камераға түсіп қалады. Неге бұл кісіні үшін ойлайды ғой, өзінің балаларын жаңағыдай неде ұстап отыр деп, өзінің балаларын әйелінен тартып алмақшы деп солай ойлап, бұлар полициялар бұны қуады. Сөйтіп преступникқа айтады, мені полициялар қуып жатыр деген кезде, сен қайтсең де олардан қашып құтылуың керек деп айтады. Ешқандай да қашып құтылмайды. Барлық полициялар бұны ұстап алады. Сол кезде айтады, есігіңді ашық, шығып қолыңды көтер дейді полиция. Бірақ бұл кісі айтады, мен шыға алмайын дейді. Сол кезде әр жағынан қылмыскер телефоннан менің айтқан сөздерімді қайтала дейді. Менде бомба бар, мен қазір жарамын деп айт дейді. Бұл кісі мәжбүрлікпен айтады, менде бомба бар деп. Сол кезде полициялар бұл кісіні қылмыскер, таза қылмыскер осы кісі екен, барлығын жарып жатқанда осы кісі екен, өзінің балдарын да өлтірмекші болған деп бұл кісіні тұтқындамақшы болады. Полициялар бұл кісіні түсінген жоқ. Яғни әр жағындағы адамның айтқанын бұл кісі қайталап отыр, қылмыскер деп ойлап отыр бұл кісіні. Сол кезде қасына келеді, басқа полиция келіп сұрайды, неге олай болып жатыр деп. Сосын айтады, телефонды көрсетеді жаңағы кісі, мен басқа біреумен сөйлесіп отырмын деп нұсқап. Сол кезде бұл кісілер интернет связьды үзіп тастайды. Баласының қандай жаралы екенін, қызының бәрінің шаршаған түрлерін көреді. Рацияны, суды барлығын мына кісіге береді. Сосын бұл кісі рацияны телефонға тақап естіртпек үшін, жаңағы қылмыскердің дауысын естіртпек үшін болған кезде қылмыскер сообщение жазып жібереді. Ешқандай да ештеңе, мені ақымақ көресің бе сен? Мен бәрін біліп отырмын, сен сыртыңнан қарап отырмын деп. Ешқандай да полицияларға ештеңе айтпай, әйтпесе сендерді жарып жіберем бір сәтте дейді. Полициялар интернет связьды үзіп тастайды. Сол кезде мына кісіге айтады, біз интернетті үзіп тастадық, телефоныңызды бізге беріңіз, біз тексереміз деп айтады. Сосын бомбаның қай жерде тұрғанын, барлық орындарда тұрма, сол жерде барлығын тексереміз дейді. Сөйтіп итпен искетіп, бомбаның қай жерде тұрғанын бәрін тексеретін. Алдыңғы екі денесінде ғана бар екен, бомба артқы екі жағында, артқы балалар отырған жерде жоқ болып шығады. Сөйтіп балаларды құтқарады, жаңа кішкентай ұлын, жарақаттанып қалған ұлын алып кетеді. Одан кейін преступникті, қылмыскерді іздей бастайды мына кісі. Осы жерде бар екен, екінші телефонды тығып қояды, что машинаны жарып жібереді любой моментте деп. Сөйтіп қызы жаңа снайпермен әкесін атайын деп тұрған полицейлерді көреді. Қызы қасарысып, мен әкемді құтқаруым керек, әкемнің ешқандай кінәсі жоқ деп алдыңғы денесіне отырып алады. Полициялар бұл кісіні қылмыскер деп тұр ғой өткені. Сөйтіп қызы әкесін құтқарып қалады. Қылмыскер, мен оның інісімін деп жаңағы мына жерде журналистер барлығы жүргенде мына кісі таза андай не болып тұр ғой, термин болады ғой, жаратын адам. Сондай болып тұр, қылмыскер болып. Соны телевизордан көрсетеді, мына кісі айтады, мен бұның інісімін деп, мен жолығайын, қызды құтқарайын, қарындасымды дейді. Полициялар бұны жібереді, сөйтсе бұл таза преступник болып шығады, қылмыскер нағыз осы болып шығады. Сөйтіп осы жерде екеуі жаңағыдай сөзге келіп қалады. Сол кезде полициялар сырттарынан бақылап тұрады, бұны ағасы деп, шынымен де ағасы деп ойлайды барлығы. Сөйтіп әйелі хабарласып полицияларға, бұның ешқандай да інісі емес екен, ағалы інісі емес екен, бұның інісі басқа жақта екенін айтады. Бұл таза қылмыскер деп әйелі хабарлайды телефонмен полицияларға. Сосын мына жерде екеуі айқасып жатқан кезде мына кісі жалынады, директор, пожалуйста, мен қызымды құтқарып қал, мен өлсем де ол өлмеу керек деп.
бізді не үшін ұстап отырсың деген кезде бұл қылмыскерге бұл біраз жыл бұрын бұл директор біреуге қиянат жасайды, яғни директорлық қызметіне тұру үшін қаншама банкке инвестиция жасаған кісілерге солардың ақшаларын жымқырып, в общем, директор болып алады. Сол кісілердің бірі әйелі болып шығады, қылмыскердің. Сол әйелі қанша ақшадан айырылып қалған үшін өз-өзіне қол салады. Осы өш алмақ үшін осы жаңағыдай қастандық неше жылдан бері ұйымдастырып жүреді. Осы бомба қойып. Сөйтіп қызын жаңағы қылмыскер алып кетеді. Мына кісіге айтады, полициялардан қайтсең де қашып шық, мен саған 15 минут бердім. 15 минут ішінде сен ақша табуың керексің дейді. Мына кісі барлығына хабарласады, бірақ ешқандай адам ақша бермейді, яғни тапқан ақшасы оның сұрап тұрған суммасына жетпейді. Сөйтіп 15-ақ минуты қалады. Жан-жақтан полициялар білді бұл кісінің қылмыскер емес екен, шын қылмыскерді іздейміз деп ол кісілер де жүгіреді. Сөйтіп бұл кісі өзінің банктың бастығына звондайды, инвесторлардың барлығына звондайды, ол кісілер бас тартады, біз бірден сізге сеніп бере алмаймыз үлкен сумманы деп. Сөйтіп әйеліне де хабарласады, әйеліне айтады, осындай счетқа аударып жібер ақша дейді. Аударады, бірақ ол ақша жеткіліксіз болады. Сөйтіп қылмыскер өзінің қызын, егер де сен 15 минутта ақша таппасаң, қызыңды өлтірем, сені де өлтірем дейді. Сөйтіп 15 минут ішінде бұл кісі ақшаны табу керек болады. Өзінің кезінде істеген жаңағы қылмысын, яғни ұмытып кеткен ғой бұл кісі. Бұл кісінің кесірінен қаншама адам зардап шеккен, инвестиция салып банкке. Сол кісілердің біреуі жаңағы өз-өзіне қол салған, соның күйеуі ғой қылмыскер бұл кісіні бопсалап жатқан. Барлығына хабарласып шығады, бірақ ешқандай да ақша таба алмайды. Сөйтіп жаңағы қылмыскер қызын ұстап отырады да, қандай ақша таптың, осындай счетқа жібер дейді, бірақ ешқандай да ақша таппаған. Сөйтіп екеуі бір жерге келіседі, қызына айтады, мен сендерге жақсы әке болмадым, мені кешіріңдер деп қоштасады сол жерде. Сөйтіп жаңағы қылмыскер машинасына жаңағы директордың отырып алады да, давай бірге өлейік, сен ақыры ақша таппадың, бірге өлейік дейді. Менде ештеңе қалған жоқ, менде өлем дейді жаңағы қылмыскер. Сөйтіп бұл кісі жалынады, тағы да бір мүмкіндік бер, мен сендерге барлық ақшаны қайтарып берейін деген кезде, қылмыскер айтады, менің әйелімді, баламды, өліп қалған баламды сен қайтара алмайсың, сол үшін бірге өлейік, давай дейді. Сөйтіп машинаны газды бас, қызың тірі қалады, сен өлетін болсаң дейді. Сөйтіп бұл кісі суға қарай машинамен секіреді. Секіріп машина батып кетеді суға, дереу есін жинап алады судың астында. Сөйтіп қылмыскерді оятқан кезде қылмыскер уже өліп қалған болады. Сөйтіп өзі құтқарады, ременін шешіп, судан аман есен қалып, бұл кісі аман есен қалады, құтқарушылар құтқарып алады. Қызы әкесінің тірі екенін біліп қуанып кетеді. Барлығының артта қалғанын көріп, жылап сол жерде. Сол болған оқиға өздеріне қатты сабақ болады. Бұл кісі есін жиып, өз-өзіне келгеннен кейін өткен жаңағы қателескен жерін қайта дұрыстамақ болады. Бұл өміріндегі сынақ оған кәдімгідей үлкен сабақ болғанын көреді да, бұрынғы инвестиция жасаған кісілерге ақшаларын қайтармақшы болып, сотта өзі мойындайды. Егер фильм ұнаса, лайк басып, коммент жазып қолдап кетіңіздер. Әлде де жаңадан фильмдер жиі шығаратын боламын.